Сәлем балалар, 4 сынып математика 26 сабақ пысықтау тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен жиындар арасында қатынасты анықтайтын боласың. Көп таңбалы сандарды бөлу және көбейтуді орындайсың. Балалар, бірнеше тілді білу әр адам үшін өте маңызды. Түрлі тілді, әртүрлі таңбалар жүйесі, әріптердің қолданылатынын білесің. Бірінші тапсырмасы диаграммадағы жиындар элементтерінің қатынасы қандай екендігіне түсіндір. Грек әліпбиі, кирилл әліпбиі және де латын әліпбиіне назар аудар. Мұнда өзара ортақ элементтер бар. Бірінші тапсырмасы латын және кирилл әліпбилеріндегі әріптер жиынының қатынасын бейнеле. Көк түсті кирилл әліпбиі, жасыл түсті латын әліпбиі. Ал көкшіл жасыл түсті ол латын және кирилл әліпбиіндегі әріптердің қатынасы болып табылады. Кирилл және латын әліпбиіне ортақ жиындар О, М, А, Т, H, R, В, X, U, A, S әріптері болып табылады. Екінші тапсырма есепте 33.007-ге 3050-ді қосқанда 63057-ге тең. 8405-ге 1321-ді қосқанда 9726 болады. 38502-ден 2880-ді азайтқанда 35622. 6000-нан 4022-ні азайтқанда 1978-ге тең. 841-240-ды 4-ге бөлгенде 210-310-ға тең болады. 251-245-ті 5-ге бөлгенде 50-249 болады. Үшінші тапсырма жиындарды қара. Мұнда 6 жиын бар. Осы жиындар бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Тапсырмасы тең жиындарды тап, тиісті белгілердің көмегімен жаз. Мұндағы И және П жиындары өзара тең. Және де А, Д жиындары өзара тең болып табылады. Қай жиын А жиынның ішкі жиыны болып табылады? Тиісті белгімен жаз. С жиыны А жиынының ішкі жиыны болып табылады. Б тапсырмасы қай жиын Р жиынының ішкі жиыны болып табылады? Тиісті белгілердің көмегімен жаз. В жиыны Р жиынының ішкі жиыны болып табылады. Төртінші тапсырма есепті шығар. Арасы 1985 километр. Екі ауылдан бір-біріне қарама-қарсы екі бағытта екі автокөлік шықты. Біріншісі белгіленген А ауылына дейін 324 километр, ал екіншісі белгіленген В ауылына дейін 469 километр жол жүрді. А және В ауылдарының арақашықтығы қанша километрге тең екенін табу қажет. Олай болса есепке назар аударайық. Бірінші көлік 324 километр, екінші көлік 469 километр. Екі көліктің арақашықтығы 1985 километрге тең. Осы арақашықтықтарды қосқанда А және В ауылдарының жалпы арақашықтығы шығады. 324, 1985, 469 километр арақашықтықтарының қосындысы 2778 километрге тең. Демек, есептің жауабы А және В ауылдарының арақашықтығы 2778 километрге тең болады. Бесінші есеп. Мәтінді оқы. Есептің сызбасына қара. Есептің мәтінінде қысқаша жазылу бойынша қандай деректер жетпей тұрғанын анықта. Мәтінді толықтыр және де есепті шығар. Кітапхана 3 күн ішінде 1087 кітап басып шығарды. Бірінші күні 299 кітап, екінші күні 303 кітап басылды. Үшінші күні неше кітап басылғаны белгісіз. Үшінші күнгі басылған кітап санын табу қажет. Ол үшін барлық кітаптар санынан бірінші және екінші күні басылған кітаптар санын азайтамыз. Өрнектің мәні 485-ке тең. Демек, есептің жауабы үшінші күні баспаханадан 485 кітап басылып шығарылған. Алтыншы тапсырманы орында.
Тік төртбұрыш пішінді бөлменің еденіне қабырғалары 2 метр 65 сантиметрге тең 2 бөлек шаршы пішінді линолеум төселді. Бөлменің ұзындығы мен ені қанша? Бөлменің периметрін есепте. Демек, шаршы пішінді линолеум төселсе, оның ені де ұзындығы да 2,65, яғни 265 сантиметрге тең. Ал енді ұзындығын табу үшін 265-ке 265-ті қосамыз, өйткені мұнда 2 шаршы пішінді линолеум төселіп тұр. Қосындының мәні 530 сантиметрге тең. Демек, бұл бөлменің ұзындығы 530 сантиметр, ені 265 сантиметрге тең. Тік төртбұрышты пішінді бөлменің периметрін табу үшін ұзындығын еніне қосып 2 есеге арттырамыз. 530 бен 265-тің қосындысын 2 есеге арттырғанда 1590-ға тең. Демек, есептің жауабы бұл бөлменің периметрі 15 метр 90 сантиметрге тең болады. 7-ші тапсырма. Әріптерден, сандардан, фигуралардан тұратын тең жиындар құрастыр. А жиынында 1, 5, 7, 9 сандары бар. В жиынында 9, 7, 5, 1 сандары бар. Демек, А жиыны тең В жиынына. Ал енді әріптерден құрастырып көрейік. Д жиынында А, Z, X, P әріптері бар. Е жиынында Z, A, P, X әріптері бар. Демек, Е жиыны тиісті Д жиынына. 8-ші тапсырма. Ойлан. Цифрларының қосындысы 4-ке тең болатын неше 3 таңбалы сан бар? Оларды жаз. Мысал үшін 112 3 таңбалы сан. Оның цифрлары 1, 1 және 2. Осы цифрлардың қосындысы 4-ке тең. Сол сияқты 121, 211, 220, 310, 103, 400, 200, 2 сандар берілген. Біз жалпы 8 санды таптық. Әлмен қарай осылайша сандарды табуға болады. 9-ші тапсырма. Есепте. 583.012-ге 567-ні қосып шыққанмен 230.058-ді қосқанда өрнектің мәні 813.637-ге тең болады. 3420 мен 2.130.977-ні қосып шыққанмен 5.450-ді азайтқанда өрнектің мәні 2.128.947-ге тең болады. 265.219-ды 2-ге бөлгенде 132.609 және 1 қалдық қалады. 66.095-ді 4-ке бөлгенде 16.523 және де 3 қалдық қалады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып каналға тіркеліп алыңдар.